Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді цифра тортының құрамымен бөлісемін. Бұл торттың ерекшелігі қамырында, қамыры балды болғандықтан жеген кезде аузымызда ериді. Ең алдымен бізге керегі бір жұмыртқа, 80 грамм қант және де сары майымызды саламыз. Содан кейін 2 ас қасық табиғи балымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы консистенциямызға аздап тұзымызды себіп, оны тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді консистенциямызды кастрөлге құйып аламыз. Оны ысығанша тез-тез араластырып отырамыз. Ысыған кезде оның үстіне жарты шай қасық содамызға яблочный уксусты құямыз да, жаңағы уксус пен соданы консистенциямызға салып, оны араластырамыз. Достар, консистенциямыз сода мен уксус құйған кезде осылай әппақ болып көбіршу керек. Келесі жаңағы ысыған консистенциямызды осылай венчикпен суытып аламыз. Жаңағы консистенциямызға 200 грамм ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Достар, қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспақ болу керек. Егер қамырымыз қатты болса, біздің бисквиттеріміз көтерілмей қалады. Енді қамырымызды бірнеше сағатқа холодильникке қоюымыз керек, немесе бір түнге қалдырсаңыз да болады. Сонда қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып піседі. Менің қамырым осындай болып шықты, дайын. Енді бұл қамырды мен 4 бөлікке бөлемін және астына пергамент қағазын төсеп, оның үстіне ұн сеуіп, қамырымызды кәдімгідей оқтаумен жазып аламыз. Қамырымызды осылай видеодағыдай етіп жайып аламыз да, енді осындай 8 санын, немесе сіздерге қандай сан керек болса, сол санды осылай пергамент қағазына қиып алғандарыңыз дұрыс. Өйткені пергамент қағазы қамырдың үстіне қойған кезде қамырымызға жабыспай жақсы алынатын болады. Санды қамырдың үстіне қойып, енді жан жағындағы артық қамырларын осылай пышақпен ақырындап алып тастаймыз. Достар, қамырларымыздың барлығын осылай бір-бірден жайып, оны осылай өздеріңізге керекті санды кесіп аласыздар да, духовкада 180 градуста 3-4 минут пісіреміз. Міне біздің бисквиттеріміз дайын, ақшыл сары болып пісті. Қатты қызартсаңыздар, бисквит қатты болып қалады. Келесі біз тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін осындай таза ыдысымызды жақсылап сүлгімен немесе қағаз сүлгімен сүртіп аламыз. Ішінде бірде-бір дымқыл болмау керек, шаң болмау керек. Және де осы насаткамызды де сүртіп алғанымыз дұрыс. Мен осындай 500 миллиграмм 33%-тік сливкиді қолданамын. Сливкиіміз салқын болу керек. Және де сливкиімізді бірінші аздап қоюланғанша миксерден өткіземіз. Келесі 300 грамм творожный сырды жұмсарғанша миксерден өткізіп аламыз. Келесі сливкиімізге жаңағы жұмсақ творожный сырды салып, оның үстіне 100 грамм сахарный пудраны саламыз да, жақсылап қоюланғанша, крем болғанша миксерлеп аламыз.
Міне достар, креміміз дайын, миксерлеп алдық. Ойдағыдай консистенциямыз қою шықты. Егер сіздер өте көп 10-15 минут миксерлесеңіздер, креміміз еріп кетеді. Енді дайын болған кремімізді осындай кондитерлік мешочкқа саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай мен Лупипайдың насадкасын салдым. Осы насадкамен қазір тортыма осылай әрлеп жағып шығамын. Тортқа кремімізді жақпас бұрын жаңағы кремнен аздап подложканың ортасына жағамыз. Бірінші бисквитімізді ыңғайландырып қойып аламын, және де жаңағы дайын болған кремімізді насадкамен торттың үстіне видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Достар, әрбір бисквитке видеодағындай осылай насадкамен жағып шығамыз. Енді тортымызды безендіреміз. Мен осындай 3 дана клубника алдым. Оларды әрбіреуін ортасына бөліп, 2-2-ден 3 жерден қойып шығамын. Және де осы торттан қалған қамырдан 4 штук осындай дөңгелек печеньелер пісіріп алдым. Тортты өздеріңіздің қалауларыңызша безендіруге болады. Достар, бұл тортты туған күнге немесе 8 наурызға пісірулеріңізге болады. Сіздерге құрамы ұнайды деп ойлаймын. Өйткені тортымыз өте дәмді, сондай үлпілдеп, жұмсақ болып піскен. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркеліп, және де осы видеомен басқа да туыстарыңызға, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.